Hello friends, how is it going? Now let's begin today's lesson. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз adverbs of frequency, яғни жиілік үстеулер туралы өтетін боламыз. Ол үшін кітабымыздың 88-ші бетін ашамыз. Сол бетте біздің жаңа тақырыбымыз бар. Онда жаңа тақырыбымызбен жақынырақ танысайық. Жиілік үстеулер қандай да бір іс-әрекеттің қаншалықты орындалғанын білдіретін үстеулер, мысалға, мына жерде жиілік үстеулер берілген always, usually, often, sometimes, never. Мен сіздерге аудармасын қалдырдым. Always әрқашан, usually әдетте, often жиі, sometimes кейде, never ешқашан деп аударылады. Енді астында бізде ереже берілген. Adverbs of frequency go the main verb. Яғни негізгі етістіктердің алдында жүреді дейді. Ал but after the verb to be етістігі болса, to be етістігінен кейін жүреді екен, Балалар, осы ережені есімізде сақтап аламыз. Next exercise 2, complete the sentence with adverbs of frequency дейді. Балалар, жаңағы жиілік үстеулерді қолдана отырып сөйлемдерді толықтырамыз дейді. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Мысалға, I usually walk to school. Мен әдетте мектепке жаяу барамын, My friend sometimes watches TV in the afternoon. Менің досым кейде түсте теледидар қарайды, My parents always go to the cinema. Менің ата-анам үнемі неге барады? Кинотеатрға барады, I always meet my friends after school. Мен досымды әрқашан мектептен кейін кездестіремін, Осылай кете береді жаттығулар. Келесі, exercise 3, talking about habits, яғни work in pairs, жұптық жұмыс, Біз сұрақ қоямыз және жауап береміз, және жиілік үстеулерді пайдалана отырып. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын жазып қойдым. Бізге how often do you eat fish? Үлгісін көрсеткен, I never eat fish. Мен ешқашан балық жемеймін деген секілді. Балалар, сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырды. Мысалға, бірнеше мысалдар келтірдім. How do you often do swimming? I always go swimming. Деген секілді осыны қарап жазып алсаңдар болады. Next exercise 4, use adverbs of frequency to write sentence about yourself. Яғни жиілік үстеулерді пайдаланып, өзің туралы сөйлемдерді толықтыр дейді. Яғни сіз іс-әрекеттерді әрқашан жасайсыз ба, кейде жасайсыз ба, жиі жасайсыз ба, соны өзіңіз туралы жазуыңыз керек, Мен жазып қойдым. I always get up at 7 in the morning. I usually walk to school. I sometimes watch TV in the evening. I often go to the cinema with my friends. I never go jogging in the evening, Next, exercise 5, complete the sentence using adverbs of frequency so that they are true for you, Яғни, сөйлемдерді толықтыруымыз керек, және де әдетте жиілік үстеулерді қолдана отырып, балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Бірақ сіздер өздеріңіз де өзгертіп жаза берсеңіздер болады, Мектепте не болады, демалыста не істейсіздер, әдетте түсте не істейсіздер, кешке не істейсіздер деген секілді. Мен өз нұсқамды қалдырдым. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнап, түсінікті болып жатса, лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Next, prepositions of time, яғни уақытқа байланысты демеуліктер, Мысалға, мына жерде түсіндіріп қойған at plus time, яғни atті біз уақыттың алдында қолданамыз, Сағаттың алдында at noon, at midnight, at night деген секілді. Ал in демеулігін қай кезде қолданамыз? Plus months дейді. Айларды айтқанда, мезгілдерді айтқанда және times of day, күннің уақыттарын айтқан кезде қолданамыз. Онды, яғни біз апта күндерін айтқанда, сонымен қатар датаны айтқан кезде пайдаланамыз. Енді қараймыз. Келесі жаттығу complete the sentence with in, on, at. Жаңа айттым, ережесінде. Енді соны ережеге сүйене отырып, осы жаттығуды орындап шығамыз, Біз қасындағы сөзге қарап отырып, демеулігін қойып шығуымыз керек. Есімізге тағы түсірейік. At болса, уақытқа байланысты. In болса, неге байланысты? Айларды айтқан кезде, in деген мезгілдерді айтқан кезде, және де күннің уақыттарын мезгілдерін айтқан, мысалы, түсте, таңертең деген секілді, сол кезде қолданамыз. Ал онды апта күндерін айтқан кезде, айдың белгілі бір датасымен бірге айтқан кезде қолданамыз. Балалар, сабақ ұнаса, сау болыңыз.